Бірінші сабақ тиімді есептеу сәнді қолданбалы өнер. Бірінші сен өрнекті әріпті теңдік түрінде жазуды тиімді есептеу үшін көбейту мен бөлудің қасиеттерін қолдануды үйренесің. Ең бірінші есепке қарайтын болсақ, мұнда көбейту қасиеттерінің әріптермен таңбалануына қара және өз мысалдарымен түсіндір. Төмендегі әрбір қасиетті дәлелдеу үлгісін пайдалан дейді. Көбейтудің біз білетін үш қасиеті бар, көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті, терімділік қасиеті және үйлестірімділік қасиеті. Осында көрсетілген және көбейтінді санға бөлу, қосындыны санға бөлу қарастырылған. Формулаға қарап есте сақтаңыздар. Онда енді екінші есеп, досымен ойна. Әр сандықшадан бір-бір өрнектен алып отырсыз. Олардың мәнін қос. Алынған өрнектерді жаз. 5 минуттың ішінде кім көп есептеп үлгерді дейді. Яғни мұнда 100 көбейтілген 3, 300 қосу 60 көбейтілген 70, 420 тең болады неше? 300 қосу 420 тең болады 720-ға. Осылай шығарасыздар. 14 көбейту 10 мен 80 көбейту 5, 5 көбейту 40 плюс 5 көбейту 30 тең болатысын шығарасыздар. Үшінші есепте бізде өрнектердің мәнді бұлардың барлығын әртүрлі тәсілмен шығаруға бола ма дейді. 15 қосу 21 бізде 36-ға тең, 36-ны 6-ға бөлсек 6 шығады. 120 қосу 20 140-қа, 140-ты 10-ға бөлгенде 14. 14 қосу 21 35, 35 жетеге бөлгенде 5. 300 плюс 60 360, 9-ға бөлеміз 40. 10 қосу 22, 32 бөлу 4 тең 8. 100 қосу 200 тең 300, 300 бөлу 3 тең 100-ге. Төртінші есеп, әрбір өрнекті есептеудің тиімді тәсілін тап. Мұнда 8 қосу 2 көбейтілген 50 тең болады 10, 8-ге 2 қосқанда 10-ды 50-ге көбейтеміз тең болады 500-ге. 4 көбейтілген 30 тең болады 30 минус 20, 10, 4 көбейтілген 10 тең болады 40-қа. 8 көбейтілген 2, 16, 16-ны 5-ге көбейтеміз, 50, 30, 80 болады. 2 көбейтілген 5, 2 көбейтілген 5, 10, 10 көбейтілген 7 тең болады 70-ге. 600 көбейтілген 300 бөлу 3, 900-ді 3-ге бөлеміз, 300 болады. 2 көбейтілген 32 тең 64, 64-ті 5-ге көбейтеміз, 320 ма? Мұнда 40 минус 30 тең 10, 10 көбейтілген 5 тең 50. Ой, қатты үлкен болып кетті, жазуым. 50. 10 қосу 40 тең 50, 50-ді 20-ға көбейтеміз, тең болады 1000. 50 қосу 6 тең 56, 56-ны 8-ге бөлгенде неше болады? 56-ны 8-ге бөлгенде 6, 8, 64, 7, 8, 7 болады. Енді 5А. Есепті әртүрлі тәсілмен шығар. Шебер 8 дулыға және 12 қамшы жасады дейді. Олардың барлығын 2 қорапқа бөліп салды. Әр қорапта қанша бұйым бар? 8 дулыға 12 қамшы жасады. Олардың барлығын 2 қорапқа бөліп, әр қорапта қанша бұйым бар дейді.
8 бөлу 2 тең болады. Тең болады 4-ге. 12 бөлу 2 тең болады 6-ға. Сонда әр қорапта қанша бұйым бар дейді. Екеуінде негізі бір қорапта, мысалы 12-ге 8 қосқанда 20 ғой, 20-ны 2-ге бөлгенде 20-ны бөлеміз 2-ге тең 10. Әр қорапта, бір қорапта 10 бұйым бар, екінші қорапта да 10 бұйым бар. Бірақ соның ішінде 6-ы қамшы, ал 4-еуі дулыға. 6 көбейтудің қалай орындалатынын қарастыр. Так, қараймыз. Мында 46-ны аламыз да, 46-ны 10-ға көбейтеміз. 460. 460-тан 46-ны азайтқанда неше болады? 414 болады. Мында қараңыздар. 46... Неге мен жазуым жаман? 414. 46-ны 9-ға көбейткенде 414 шығады. Өйткені 6-ны 9-ға көбейткенде неше болады? 54 па? 54 болады. 4 жазып 5-і ойды. 4-9-ым 36, 36-ны 5-ге 36-ға 5 қосқанда 41. 20 көбейту 19 дейді. 20 көбейтілген 19 бізде неше болады? 19-ды 2-ге көбейткенде 20, 18, 380. 380 болады. Енді біз 20-ны бір санға көбейтіп, одан санды азайтқанда 380 шығу керек. Нешеге көбейтеміз? Нешеге көбейтеміз? Так. Бізде бұлай болады. 380-нен 20-ны азайтамыз. 360 болады. 360-ты 20-ға бөлгенде 190 ба? 19. 360-ты 20-ға бөлгенде 15, 18 болады екен. Мінеке. 20-ны 18-ге көбейтеміз. 360-тан 20 азайтамыз. 380.